Inni faradtu ala ummatika khamsa salawatin. Мен сенің үмбетіңе, ей пайғамбар, 5 уақыт намазды парыз қылдым. Ва ахидту инди ахдан. Сондай-ақ мен өз құзырымда бір серт қабылдадым дейді. Қандай серт? Аннаху ман салла салата ли уақтиха. Сенің үмбетіңнен кімде-кім 5 уақыт намазды өзінің уақытында оқитын болса. Бірінші нәрсе уақытында оқитын болса. Екіншісі ва хафаза алейха. Сондай-ақ оған сақтық қылса. Оған сақтық қылса. Валам юдойиха истихфафан би хаққихинна. Сондай-ақ сол намаздың хақына байланысты жеңіл қарап, жойып алмаса. Яғни уақыттар деген нәрсеге бір мысалға келейік. Сіз жолда келе жатсыз, мысалға айтайық. Намаздың уақыты шығып бара жатыр. Не істейсіз? Намаз шығып кетейін деп отыр. Айналаға қарайсың, адамдар, пробка, тағы да басқа күллі нәрсе. Не істейсіз? Шайтан бізге мынандай сөз салады аузымызға. Ту, мына бір пробканы, ту, мына намаздың несінде ай деген. Негізі, бірақ нәрсені білейік. Күллі әлем кінәлі емес. Шарпышта бұл тақырыпты. Ешқандай пробка да кінәлі емес, ештеңе кінәлі емес. Жалғыз сен сыналып атсың, сол сәтте Алланың назары сенде қазір. Не істейді екен бұл? Ал дәлелді өзіңді енді. Не істейсің? Сондықтан сақтық қылса деген сөз, таңертең көлікке мінген кезіңізде, немесе жаяу жүрсеңізде сумкаңыз бар сияқты, телефоныңызды ұмытпаған сияқты, сіздің ол сумкаңыздың ішінде бір жайнамаз жату керек. Сіз білесіз ғой, кешке дейін сізде 5 уақыт намаз бар. Таңертең таң намазы сізде әлі 4-еуі бар. Қашан үйге келесіз? Белгісіз. Жайнамаз салынады. Жаңағы көлігіңізде де пеш жылытатын жерге бір 5 литровый суды қойып қоясыз. Бұл сенің проблемаң ақыретке аман алып келетін. Ешкім кінәлі емес. Шығарып тастау күллі нәрсені. Жалғыз өзің сыналасың, болды. Жүрегіңе иман беріп қойған, өзіңе сөгуге жеткілікті қылып бітті. Сөйтіп жаңа намаздың уақыты кірген кезде қызыл жанат бізде былай. Бұл сөнбейді біз оны оқымайынша. Ол сондай нәрсе, парыз деген нәрсе сондай, ол сөнбейді. Мен сыналып жатырмын. Мен оны сөндіре алмаймын оқымайынша. Сондықтан бұл жерде қаза қылып қоймау. Мен әрдайым таңертең үйден шыққан кезімізден мынадай дұғамен шығамыз. Раббым, бүгінгі намаздарымды қаза қылып қоймайшы. Мен үйден шығып бара жатқан соны уайымдау керекпіз. Жұмыстар ол істеле береді ол. Қолыңыздан келеді ол жұмысыңыз. Сондықтан жаңа намаздарым қаза болып кетуден сақташы Раббым. Қаза болып кетуден сақташы менің бүгін. Сондықтан сақтық шараларын алуың барлығын хафыз алейхина, намазынан сақтық қылса дейді. Жолда, сапарда болған кезіңде, өзіңіз ойлаңыз, сапардың өзінде Алла Тағала мойнынан түсірмеді. Тек парызын қысқартқаны болмаса 4 рәкағаттарды. Соғыс, жаугершілік замандар болып отқан кезде, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, қауіп сипаттағана оқылатын сипатын өзгертті. Ауырып жүрген науқас кездерімізде отырып оқисың, немесе жаңағындай жатып оқисың, кімнің халі қандайға, бірақ намаз алынбайды мойнынан. Жоқ дегенде оған жүрек жеткілікті екен. Денен қозғалмаса, денен қозғалмай жатса да, жүрек жеткілікті. Жүрек қиянат жасамау керек Аллаға. Анау жанып жатыр. Дене қозғалмай жатса да, анау қызыл жанып тұр. Жүрек не шешеді? Міне кім осы 5 уақыт намаздан мәресен алып келсе дейді, жаңа хадис-ул қудсиде, онда менің қасымда серт бар дейді. Фалаху алейя ахтун. Менде серт бар бұл құлым үшін дейді. Әнни удхилухул жанна. Жәннатқа кіргізіп жіберем деген бітті. Қараз, егер 5 уақыт намаздың өзі керемет жағдайда жасалса, анау-мынау жаңа мысалы 5 уақыт намаздан басқа амалдарды Алла Тағала мүмкін кішігірім нелер елемей жоқ қыла салу деген нәрсе ол оп-оңай екен Аллаға. Көрдіңіз ғой. Қазір оған мысалы бір хадисті айтамыз. Ал енді кімде-кім? Уаман лам юсаллиха. Алла Тағаланың сөзі жаңа хадис-ул қудсидегі. Ал кім оны өзінің уақытында оқымаса,
оған сақтық қылмаса, оның жаңа дәреті бар, мысалы күллі нәрселер бар, өзіңіз білесіз, сыртқы парыздары, ішкі парыздары, түгел нәрселер сіз білесіз дегендей нәрсе. Сондай оның хақына жеңіл қарап жойып жіберсе. Жою деген нәрседе көбінесе қаза, біреу болса біреу жоқ, бір күн болса бір күн жоқ. Сосын қазаға үйренеміз. Қазаға үйренудің өзі жүректен кешегі қорқудың кете бастағаны деген сөз. Бірақ біз өмір сүре береміз. Алла Тағала ақпаратты алмайды бізден. Барлық иман, бәрі дұрыс. Бірақ қорқу кетіп баратыр. Соқтан қаза қылып қоймау, бұл иманның иманы. Осы нәрседе сіз сыналасыз.